Алқа радиосының эфирінде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әділ Ахметтің сахнагерлер алқасы бағдарламасы. Сахнагерлер алқасы бағдарламасы. Армысыздар, қадірменді Алқа радиосының көрермені, қадірменді тыңдарман. Бүгінгі сахнагердің қонағы Қазақстанның белгілі театр және кино актрисасы, талантты жан, мәдениет саласының үздігі Мадина Май ханым келіп отыр. Ал, Мадина, қош келдің. Қош көрдік. Көргенімізге қуаныштымыз. Мынау енді сен көп жерде мүлдем сұхбат бермегенсің десек те болады. Жалпы сұхбатқа келмейсің, бармайсың. Бірақ менің жаңағы ұсынысымды қайтармай, беттен қақпай, келісім беріп келгеніңе рахмет. Көп-көп. Қайырлы күн баршаларыңызға. Енді сіздің сұхбатқа келмеу мүмкін емес. Келтірмей қоймайсыз. Дұрыс, енді сұхбатқа бекер шақырмаймыз ғой, Мадина. Жалпы өзіңнің де айтарың бар, өмірден көргенің бар, түйгенің бар, өнердегі жолың бар. Сондықтан да сенің ізіңді басып келе жатқан актрисалар бар, өнер жолына түссем деген жас буын бар. Оларға сенің айтарың көп өте. Өйткені сен өнер академиясын тамамдағаннан кейін Астанаға кетіп, жастар театрын ашып, ыстық суығының бәріне шыдап, мінекей қазір сол бейнеттің зейнетін көріп отырған жансың. Жалпы менің білгім келеді, өзімде сен осы актерлық жолға қалай келдің? Актриса болам деген шешім сенде қашан қабылданды? Оған не түрткі болды? Мен жалпы өнер саласына келуімнің септігі ол мектеп қабырғасында басталды. Мектептен? Мектептен киноактриса болғым келіп. Жалпы ол кезде енді театрға барған жоқ, мен өзім ауылда өстім. Театрдан онша біле бермейміз. Кейіннен ғой ол киноны көріп, сол кейін кино актриса болам деп, осылай өнер академиясына келдім, арман қуып. Содан өнер академиясында жүріп, театрға барып, театрға ғашық болдым. Кейін театрға деген махаббатым оянды. Театрға деген махаббат кейінірек ашылды осы? Кейінірек ашылды, иә. Оғанға дейін ойым басқалай болатын. Қалай болатын? Енді бара салысымен, енді баламыз ғой. Оқуға келе сала, киноға түсеміз. Елге бірден танымал боламыз деп, ондай да болды. Одан кейін енді өнер академиясында өзің білесің. Сразу тәубеңе түсіреді. Звездалығыңды қойдырады. Сол енді өнерге біздің махаббатымызды ашқан бірден бір себепкері біздің ұстазымыз, Нұрғанат ағайымыз. Дұрыс, ол кісі енді театрға деген махаббатты ашты, Театрға деген махаббатты. Жалпы өнерге деген ағай өзі бір жүрген бір эстет десе болады ғой. Әдемілікке бізді құмар етті. Ағайға қарап біз бой түзедік. Әдемі адамдарды көрдік. Жалпы қасымыздағы адамдарға қарап. Дұрыс, ал енді киноға деген мектеп кезіндегі сүйіспеншілігің қандай кинолардан, қандай актрисалардан басталды? Мысалы, өзіңе ерекше бір ішіңде жүрегіңе жақын, соған еліктеп өстім деген секілді. Мен ешкімге еліктеп өскен жоқпын. Бірақ ол кезде маған боевик кинолар ұнайтын. Боевик? Боевик, иә. Өзім кішкене еркек шора болып өстім. Әкем спортсмен болғаннан кейін мені спортқа көбірек дайындады. Кішкентайымнан жеңіл атлетикамен айналысатынмын. Жүгіруді жақсы көретінмін, секіруді. Енді ауылда баланың бәрі сондай ғой. Сондай киноға түссем деп. Боевик киноларға? Боевик киноларға. Сосын тарихи киноларға. Содан басталды, иә. Енді қыз балаларға көбінесе өнер жолын таңдаған кезде – оның ішінде әншілік, актрисалыққа көп ата-ана қарсылығын білдіреді. Неге? Өйткені олар өнер жолын таңдаған кезде 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 олар өнер жолын
тіпті ер балалардың өзіне. Сенің үйіңде қалай болды? Ата-анаң қалай қарады? Мен өзім атамның қолында тәрбиелендім. Атамның баласы болып өстім. Ауылда. Жалпы менің арманыма ешкім шектеу жасаған жоқ. Өзім арманшыл болып өстім. Әке шешем әр кез мені қолдады. Ешқандайға мен ондай сен мына жерге барасың, ана жерге тапсырасың деп ешқашан мәжбүрлеген жоқ. Өз жолыммен жүрдім. Маған сенді десе де болады. Керемет, ата-анаңызға рахмет. Иә. Сен жолыңды бөгемей, қазақ өнеріне осындай актрисаны мінекей қанатын қақтырып жіберіп отыр. Мадина, енді жалпы өнер академиясын бітіргеннен кейін сен осы бірнеше жыл қазақ радиосында жұмыс істеп диктор болдың. Менің есімде сол кезде дикторлыққа үлкен кастинг болды. Алматыдағы бүкіл журналистер, актрисалар, тіпті студенттерге дейін бәрі қатысты. Бірақ солардың ішінен 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атанып, сен енді дипломды қолыңа алған кезің болатын, сен өз дауысыңмен өтіп кеттің. Сөйтіп дикторлықты атқардың, өз тыңдарманың, көрерменің болды. Енді сол кездегі радиодан кейін қаншама жылдар өтті, бүгін келіп отырсың ғой. Иә. Микрофонның алдына да бір шетінен. Жалпы радиоға деген қалай өзіңнің сағынышың бар ма? Ол саған ұнайтын бет, ол жұмыс ұнамайтын бет? Және кастингтен қалай өттің? Кастингтен өткенде бұл бір қызық жағдай болды. Біздің группаласымыз Мадина Матамова деген қыз. Ақын. Менің досым, ақын, иә. Әр актриса. Әр актриса, иә. Қарағанды театрының актрисасы. Сол қыз армандаған радиода жұмыс жасауды. Диктор болуды. Диктор болуды, иә. Ал мен оның қасына жай серік болып бардым. Жай еріп бардым. Арнайы кастингке барған жоқсың. Арнайы кастингтерге барған жоқпын. Сөйтіп, ол қыз кіріп кетті кастингке. Мен сыртта күтіп отырдым. Сосын сол жерден бір кісі шығып, тағы біреу бармай, әлде бітті ма деп. Маған да кіре салшы деп. Сөйтіп, мен де кіріп шықтым. Мен жай ғана барғам. Енді армандаған жоқпын, расы керек. Кіріп шықтым. Сосын бірнеше күннен кейін маған хабарласады. Сіз осындай бірінші турдан өттіңіз, енді екінші турға келсеңіз деп. Мен шоктамын. Бір шетінен ұялып тұрмын. Қалай болды енді бұл деп. Жай бара салдым енді, ол білмеймін, бақ қой енді. Күтпеген жерден де. Сөйтіп екінші турға бардым. Екінші турға барғаннан кейін бірнеше күннен кейін тағы да шақырады. Сіз өттіңіз, жұмысқа келсеңіз деп. Қалай, мен әлі дипломымды алған жоқпын, оқуды да аяқтаған жоқпыз. Сөйтіп енді бітіріп жатқан кезіміз ғой, иә? Енді бітіріп жатқан кезіміз, дипломды әлі қолға алған жоқпыз, бірақ сонда да бардым. Сөйтсем, о жаққа қаншама адам барған екен кастингке, спискті де көрдім. Бір 70 шақты актрисаның есімі тұр. Соңында менің есімім жазылыпты. Соны көріп, мәссаған, бұл қалай болды енді, мен қалай істеймін радиода? Өмір істеп көрген жоқпын, оқуды жаңа бітірдім. Сөйтіп енді нар тәуекел деп көрейік деп, бәрі енді бірден басталып кетпейді ғой деп. Сөйтіп бізді директорге көрсетпекші болды. Ол жердің директоры Жүрсін Ерман ағамыз. Ол кісі, енді ол телевидение емес қой, бізді экраннан бетімізді көрмеген, тек қана дауысымыз жазылады. Сөйтіп ол кісі келді, мына актриса өткен деп. Ол кісі мені көріп, қалай бұл, кішкентай қыз емес пе? Сен оқи аласың ба өзің, слиста деп маған бір нәрсені лақтырды. Әрине оқымағанда деп ананы оқып бердім. Жаңалық жүргізе аласың ба дейді. Қорыққанымнан иә дей бердім. Сөйтіп концерттік программаларды жүргіздік. Жігіттерден Самат Қордабай деген жігіт, мен әріптесім. Сол жігіт екеуміз, ол муздраманы бітірген. Сол жігіт өтіп, екеуміз бірге жұмыс жасадық. Көп істеген жоқпыз, бір жыл ғана. Енді бір жылдан кейін Астанаға кеттік. Әйтпесе ары қарай жалғастыра беретін едің. Жалғастыра
беретін едім болғанда енді мен енді қатты радио саласына келіп тұрған жоқпын. Өте қызықты маман әрине. Бірақ бұл да оңай нәрсе емес. Иә, ол күнде бір жерде отырып, енді біз актриса болғаннан кейін біз бір жерде отырып үйренген жоқпыз ғой. Отыра алмайсың. Иә. Әр жерде жүгіріп жүруің керек. Енді қызметті абыроймен өткізген сияқтымыз енді. Ол кездерде бір қызық кез болды. Әрине, абыроймен өтті. Сөйтіп, мен бір жылдан кейін отпускқа шықтық. Отпусктан кейін мені Астана қаласына осылай арман қуып өзімнің театрыма келдім. Иә. Театрыңды аштың. Театрымызды аштық, иә. Иә, дұрыс айтасыз. Енді Мадина, шынымен де ол кезде біз үшін де үлкен мақтаныш болды. Сенің радиода біз жаңағы машинада келе жатқанда, автобуста болсын, сенің дауысың қосылған кезде айналамыздағы адамдарға мынау мен группаласым деп айтқымыз кеп, кәдімгідей өте керемет жұмыс атқардың. Есімде сол уақытта бір топ негізі жас таланттар радиода шоғырланды. Серік Сейтман бар, қазіргі осы Алқа радиосының редакторы. Бәріңіз бірлік болып келдіңіздер ғой? Иә, бір кезде істедік. Ол кісі редактор болды. Мұхаммед Али бар, жігіттер, тағы біраз жігіттер, қыздар. Серік Сейтман ол кісі бізге текст әкеп беретін. Редактор, иә, редактор ол кезде. Сол текстін алып біз халыққа паш ететінбіз. Не деген керемет. Сол кезде ең қызығы, енді мен ата-анама айтқан жоқпын, радиоға өттім деп. Енді сюрприз болсын деп. Кейіннен енді ол кезде телевидениеда да істедік бір кездері. Ситкомда түстік қой. Иә, қымызханада. Қымызханада, иә. Оны да білмейді ата-анам. Сол, енді біз не нәрсе істесек те, солардың қуанышы ғой. Ата-анаңа бір жақсылығыңды көрсеткің келіп тұрады. Сөйтіп, бір күні әкем ұрысты. Мен 7 күн мен демалмайтынмын. Демалыс болмайды. Анда-санда әйтеуір бір айына бір рет болып қояды да. Әкем бір күні ұрысты маған. Сен не істеп жүрсің? Немен айналысып жүрсің? Ертеңнен қара кешке дейін біз білмейміз қайда жүргеніңді. Деп бір ұрыс естігенім бар. Кейіннен айттым, машинеде келе жатырмыз. Соны мен айтам, ана Қазақ радиосын қосшы деп. Тура менің эфирге шығатын уақытым. Соны папам қосты. Сосын айтам, таныс дауыс па деп қоямын. Иә, мынау сенсің ба дейді да. Сосын иә, мен осымен айналысып жүрмін деп. Сол кезде бірақ білді ма сонда? Сол кезде бірақ білді. Оғанға дейін айтпадым. Сосын қандай реакция танытты? Реакция, папалар қуанады ғой біз үшін. Дұрыс екен деп. Мен айтам, папа, осылай мен таңертеңнен кешке дейін бос емеспін. Даже жай бүйтіп қыдыруға да уақыт болмайды, папа. Мен ештеңкемен жаман нәрседе жүрген жоқпын. Маған сеніңдер. Дұрыс жолмен жүрміз. Осындай радиодамын мен қазір. Телевидениеда Алла қаласа шығамыз, бұйыртса көресіңдер деп. Оны да көріп, оған да риза болып, әке-шешем. Сондай қызықтар болған. Ой, керемет. Мадина, енді біз қаншама жылдан бері бірге келе жатырмыз. Біздің ата-анамыз, сіздердің ата-анаңыздай, сіздің ата-ана біздің ата-анадай болып кеткен. Осы Май ағамыз да өте ерекше жан ғой, сіздің әкеңіз. Құралай анамыз да керемет. Май ағамыздың биыл 65 жылдық юбилей өтті, керемет аталып өтті. Ол кісі өзі даңқты спортшы, ұстаз, қаншама олимпиада жүлдегерлерін, былайда шәкірттері қазір ел тізгін ұстап жүрген азаматшалар бар. Май ағамыз сені осы спортқа баулыған кезде қай спортқа сонда бергісі келді? Ол кісінің негізгі ниеті? Папам өзі футболист. Папама мені жеңіл атлетикаға. Қайратта ойнаған ол кісі? Қайратта ойнаған кезінде, иә. Ол кісі мені білмеймін, қайда жүрсем де, енді ол қорыққандық емес. Жалпы бізді әкем қатал тәрбиеледі. Қай жерде болсақ та, әйтеуір абыроймен жүру. Бұрын бір қызық есіме түсіп отыр.
андай настольный теннис бар ғой. Иә. Содан бір жарыс ұйымдастырылды. Мен бір-ақ жеті қатыстым оған. Енді қызық үшін көрейінші деп. Жалпы спортқа бейімім бар адаммын да. Табиғатымда бар. Мақтанғаным емес деп. Сол бір жеті қатыстым да, сөйтіп жарысқа мені іліп жіберді, енді көр деп, бағын сынап. Сөйтіп, ол жерде мен 3-ші орын алдым. 3-ші орын алып, грамот алдым, риза болып. Настольный теннис. Бір жеті қатысып. Сөйтіп, сол грамотам мен үйге келдім. Мен 3-ші орын алдым деп. Соны әкем маған, бұл да орын ба деп. 3-ші орын ол орын ба деп. Соған қуанып тұрсың ба деп. Мәссаған, орын алсам 1-ші орын ал. Әйтпесе алма деп әкем. Не деген бір қайтқан кез болған. Иә. Папам енді сол кезде бір түрлі боласың енді, қыз баласың. Бірақ қазір ойласам, сол дұрыс екен. Жарайды, соған қанағат деген нәрсеге емес, алға талпыну керек екен, меніңше. Бір жеткізбей қойды, қатты мақтауын жеткізбей қойып кішкене. Иә, алға ұмытылу. Әкем былай қарап тұрсаң, сол кісіге өте алғысым зор әкеме. Мені бірінші алда болғанымды қалаған әкем. Одан кейін қаншама олимпиадаларға қатысты, енді сабақ жағынан болсын, солай 1-ші орынға талпындық. 2-ші, 3-ші орын алқасақ, ойбай деп. Керемет. Бұл енді 100 мектепте әкенің тәрбиесіне жетпейді деп жатады ғой. Ол кісілердің көрегенділігі, мақтылығы, мүмкін сол кезде саған бір ол қатты көрінген шығар. Ал бірақ мен жылдар өте сен оның бәрі дұрыс жағынан айтылған екеніне көзің жетіп отыр. Иә, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Керемет. Енді спортшы болам деп, бірақ актриса болып кеттің. Актрисаға да бірақ спорт алыс емес. Өйткені спорт нені талап етеді? Төзімділікті. Төзімділікті, иә. Біздің актерлық жолда дәл солай. Төзімді болмасаң, сен жарты жолдан шығып қалуың мүмкін. Әрине. Сондықтан да ата-анаңның сені о бастан спортқа тәрбиелеп, осы актерлық жолға енді Алланың қалауымен дейміз ғой, бір дайындағандай болған екен деп түсінеміз. Иә, әуелі Алла, сосын ата-анамыздың. Иә. Енді спорт деген ол өмірі қалмайтын нәрсе ғой. Таңертеңсін тұрса, ол бізге қанымызға сіңді десе де болады. Таңертеңсін тұра салысымен жоқ дегенде күнде жаттығу жасайсың. Күнде жаттығу жасаймын. Өткенде мен таңғалдым. 7 мамыр күні жігіттерді құттықтаған кезде сен сальто жасадың. Сол жердегі актрисалардың ең үлкені сен едің. Суырылып шықтың да сальто жасадың. Енді қыздың жасы 17 дейді, 17-ні айтпай қойын. Қанша келгеніңді. Бірақ әлі күнге дейін сальто жасап, солай белсенділік танытып жүргенің бәріміз таңғалдырды. Енді ол ауылда өстім ғой. Шөптің үстінде бәріміз солай өстік қой. Сальто, колесоны, мостикті сол шөптің үстінде жүріп үйренгенбіз. Бірақ енді қазірде ауылда өскендер көп қой, бірақ сіздің жасыңызда сальто түгіл көбірек жасаймын. Өзім жақсы көретінмін. Өзім солай. Әлі күнде жасап тұрасың ба? Жоқ, енді қазір күнде жасамаймын. Әттең студиямыз сәл тар, нәрде бір көрсетші беретін. Жоқ, енді өзім жалпы жүгіргенді жақсы көрем. Таңертеңсін қол тиіп жатса. Жалпы спорт деген енді ол денсаулық кепілі. Әркез қан жүгіріп тұру керек денеге. Көңіл күйің жоқ болса, сен жүгір, спортпен айналыс. Кішкене саған дем береді, күш береді. Сол өмірдің азығы ғой. Дұрыс, өте дұрыс. Ол мотивация. Сенің мысалы әлі күнге дейін ешкімге дес бермей, жаңағы сальто жасап, жүгіріп. Ол енді әдекке дес бермеу емес. Жоқ, солай жүргенің, солай жүргенің деймін мен, дес бермей солай қайтпай жүргенің, сен үшін өз өміріңді сүю шығар, бірақ сырттан қарағанда сенен кейінгілерге ол мотивация. Сондықтан да осы беттен қайтпа.
біз баяғыда сол студент кезде өзіңмен танысқан кезде, абитуриент кезде қандай едің, әлі сондайсың. Ол кездегіден сәл қазір жасарыпсың негізі. Рахмет. Ол кезде үлкендеу көрінетін. Енді үлкен болуға тырыстық ол кезде. Иә. Қазір салмағың да ол кездегіден азайып кетті. Ол кезден енді мен бастапқы салмағым негізі осындай болатын. Бір кездері 9-шы сыныпта мен мектептен ауысып басқа мектепке барғам. Нағашыларыма барғам. Мен нағашы жақта ол жерде еркелетеді сені. Иә. Жейсің, ұйықтайсың, сөйтіп күшті салмақпен оралғам. Салмақ жинап. Салмақ жинап оралып, академияға сол салмақпен келіп пең. Иә, одан кейін қайтты ғой. Негізгі салмағым осы. Негізгісі осы, иә. Біз енді алғашқы көргенде сол бұрынғы салмақты көріп, табиғи салмақ сол шығар деп ойлағанбыз ғой. Жоқ, ол кезде табиғи емес. Жасанды салмақ, оның үстіне спортпен дайындалып, салмақтың үстіне дайындалғаннан кейін білесің қандай бұлшық еттер шығатын, да? Солай. Дұрыс, Мадина, енді актрисалық тұстану, онымен жүру екінің бірінің қолынан келе бермейді. Иә, бәрінің ниеті болады, актриса болғысы келем деген. Тапсырады, түс алмай қалады. Түскені оқуды бітіреді, тіпті бітірмей кетіп жатады. Бітіргені кейін ол жолды қумай қалады. Ал сол мамандықты игеріп шығып, оқу орнын бітіріп, ары қарай актриса болып кету, мен айтайын бір 10-нан 2 ғана шығар жалпы. Шақта бөлетін болсақ. Сенің ойыңша актрисаға негізгі қандай бір 3-4 қасиет берер едің, болу керек? Актриса болам деген жас буын осы қасиеттерге ие болу керек. Сол кезде ол ұзаққа барады. Қандай қасиеттерді айтар ең? Қасиеттер ең бірінші төзімділік, жаңа айтпақшы. Сосын жоқ, бұны екінші орынға қояйық. Бірінші өзіңді сүю. Өзіңді сүю. Сыйлау. Сосын төзімділік керек. Жалпы енді актриса болғаннан кейін, өнер адамы болғаннан кейін, бізде көбірек этика, эстетиканы қатар алып жүруіміз керек. Эстетикаға көп көңіл бөлу, қай жағынан болса да, ол театрда жүр, не үйде жүр. Жалпы өзім әдемілікке құмармын, бәріміз жақсы көреміз ғой енді әдемілікті. Үйде жүрсек те, мен жай шай ішсем де, әдемі отырып шай ішкенді ұнатам. Солай өмір қызық сияқты. Біз білмейміз ғой қанша жыл өмір сүретінімізді. Ол әдемілікті орнату ол қиын нәрсе емес. Керісінше ол саған күш береді. Ол сені жасартады десе де болады. Өйткені көз қуанышы ол басқалай ғой. Әдемілікті көргеннен кейін сен қуанасың еріксіз. Көңіл күйің жоқ па? Әдемілеп отырып, егер үйде отырсаң, әдемілеп отырып, свеча қойғың келе ма? Әдемі бокалдан бақ, жай лимонад ішсең де, өзіңді сүйіп отырып, сыйлап отырып, тағамыңды жеуді. Сол, менің ұстанымым осы десем болады. Демек, жаңағы сыртқа шыққанда ғана осанканы ұстап, жаңағы әдемі отырып ішіп жеу емес, үйде де қай жерде болмасын, өзін құрметтейтін адам өзіне барлық, былайша айтқанда, жағдайды, комфортты жасау. Иә, мен жалпы эгоист адам емеспін. Мен көпшіл адаммын. Біреудің қуанышы мені қуантады. Ол да бір көз қуанышы, иә. Мен содан энергия алам. Біреулерді қуанту арқылы өзім қуансам да, біреу қуанып тұрса да, егер мен жанымдағы адам қуанып тұрса, мен содан бір жақсы энергия алам. Сондай бақытты адамдармен жүргім келеді, араласқым келеді. Солардан энергия нәр алам десем болады. Керемет, өте жақсы кеңес негізінде. Көпшілікке бөлісе бермейтін дүниең шығар. Көпшілікке бөліспеймін, енді қазір бөлісіп отырмын. Дұрыс, бөліскенің бізге жастарға не айтқым келеді деп отырсың ғой. Солай шынайы өмір сүру, өз-өзіңді алдамау ғой.
жалпы біреуге жақсы көріну Иә. сыртта ғана емес, өзіңді алдамай, сен неге үйде де отыра аласың әдемі болып. Иә. Біреу үшін емес, сен өзің үшін жаса. Бірінші сен өзіңді қуантуың керек, жұрт қуану үшін. Сонда енді өзің қуантырсаң, ол бәріне нетеді ғой. Әсерін тигізеді, иә. Септігім тиер, бәлкім. Мен сондай ұстаным ұстаймын. Өте керемет, Мадина. Әдем кеңестермен бөлісіп жатсың. Жалпы біздің мынау театрдағы өнеріміздің, осы айналысып жатқан дүниеміздің негізгі миссиясы да бір шетінен солай секілді. Өйткені сахнаға шығамыз, халыққа көңіл күй сыйлаймыз, олар риза болады, тамсанады. Мысалы, жаңағы кейбіреулері жұбанып қайтады, кейбіреулері қуанып қайтады дегендей. Сондай көңіл күй сыйлаймыз да. Негізгі миссия. Ал сенің өмірлік ұстанымыңмен өзіңнің кәсібің тура екеуі ұштасқан секілді. Сондықтан да нағыз өз орныңда жүрген адам екенсің. Рахмет. Иә. Енді тағы да бір сұрағымыз бар. Осы қымызхана бағдарламасына келетін болсақ, оған да кастинг өте жоғары болды десек болады, иә. Барлығы қатысты. Ол кезде телевидениеда да көп дүние жоқ, кино тіпті жоқ десек болады. Сол кезде көрерменді есіне түсіре отырайық. Осы Май Мадина, Дәурен Серғазин, мен, Нұрлан Әлімжанов төртеуміз өткен болатынбыз. Ең бірінші бізді көрерменге танытқан дүние сол. Қазір енді көріп отырса көрермен естерінде шығар. Сол кездегі ерке сұлудың рөлін осы сомдаған Май Мадина. Ең бірінші көрерменге сол арқылы насихатталып. Одан кейін де арагідік киноларға түсіп отырдың, әртүрлі іс-шараларда, жүргізушілік жағынан да. Ендігі мәселе сол қымызханада өзіңнің... Қалай келдің деген келем. Қалай келдіңнен бастайық. Қымызханада Қазақстан телеканалы мен Қазақ радиосы бірге тұр ғой енді, зданиясы бірге. Келесі зданияда Хабар телеарнасында, ол жерде Дәурен істеді, дубляжда. Дәурен дубляжда. Сөйтіп мен бір радиода түскі асқа шыққан кезімде терезенің алдында тұрмын. Сөйтіп Дәуренді көріп қалдым. Ол ана Қазақстан телеканалына кіріп бара жатты. Соны көріп, енді оқу бітіргеннен кейін бірнеше күн болды көрмегелі. Сөйтіп группаласымды көріп, қуанып, артынан жүгіріп барып амандасайын деген ойым болды. Сөйтіп артынан жүгіріп телеканалға бардым. Дәуреннің бір иісі болатын. Жағып қоятын. Сол шлейф қалыпты әйтеуір коридорда. Иіссудың иісі ма? Иіссуының артынан жүріп, бір кабинетті ашып қалдым. Сөйтсем, сол жерде кастинг өтіп жатыр екен. Сөйтіп мен кірген кезде режиссері, көмекшілері болды, енді мына қызды көрейік деп. Мен кастингке келген жоқ, мен жай амандасуға келдім деп. Сөйтіп ол кезде де кастинг әйтеуір бетімді дұрыстап көрді да болды, осы еркеге тоқталайық деп. Сөйтіп мені утвердить етіп, енді бағым жанып кетті аяқ астынан. Жоқ, қызық, сен радиоға Мадина Матановамен бардың. Сол кездері бір... Сен өтіп кеттің. Матанова Мадина өте алмай қалды, ол кезде? Өкінішке орай. Мына жаққа Дәуренмен бірге бардың, тағы да өтіп кеттің. Бірақ бұл жолы Дәурен де өтті. Дәурен де өтті, ол өтіпті. Саған дейін өтіп қойған ол? Маған дейін өтіп қойған, ол білмеймін, тағы бір нәрсесін көріп жатты әйтеуір. Ал мен жай Дәуренмен амандасуға кірдім да, сол жерде әйтеуір өзімде өтіп кеткен, қалай өтіп кеткенімді білмей қалдым. Мынау бұйырған кетпейді ешқайда деген осы ғой. Шүкір Алла. Сол кездер өз сондай бір кездер болды, кезең. Одан кейін өзің келдің. Мен ең соңғы күнде келдім. Ең соңғы, көп іздеді ғой сенің орның адамда. Мен бірінші журналист болып келіп, кейін талап болып кеттім. Талап болып кеттің. Сен енді жақсы аспаптарды меңгерген адамсың ғой. Мен енді кез келген аспапты ойнай беремін. Жұматаев Ернардың группаласы болғаннан кейін. Сол арқылы өтіп кеттім ау деймін. Сіз аспапты жақсы меңгергеннен кейін сізді сол рөлге қалдырдым. Мадина, енді
осы өнердің айналасында әңгіме қозғап отырмыз ғой. Актрисалық жол деп өзіңнің жалпы армандайтын қандай рөлдерің бар? Кинода, театрда? Жалпы театрда, Аллаға шүкір, армандаған рөлдерімді сомдап жатырмын. Театрдағы армандаған рөлім құпия болып қалсын. Жақсы. Жалпы кинодан үмітім көп. Алла қаласа. Қазір дайынмын. Киноға дайынсың. Мінекей. Қазір уақытым бар. Мадина нағыз киногеничная, камера Мадинаны жақсы көреді. Киноға дайын, шеберлікте бар қазір, өмірлік тәжірибе де бар. Қазір тәжірибе бар. Сол. Қазір өзімді дайын санаймын. Бұрын енді әр адамның өзінің бір кезеңі келеді. Кезеңі, шарықтау шегі. Болмаған іске өкінбеймін. Бұйырғаны. Әрине. Бірақ енді талпыныс та керек. Әрине, күтіп отырудан одан пайда жоқ. Жалпы енді дайынмын деген өзімде ой тұр да. Ол жақсы нәрсе. Ниетің қазір бір бағытта, демек ол орындалады. Сен тарихи киноларға да әдемі кетеді образың. Одан кейін жаңа өзің кішкентай кезінде боевик жақсы көрем дедің ғой. Енді боевикке қазір енді білмеймін. Қазір мысалы мынандай кинолар бар ғой, Голливудтың жаңағы женщина пантера, женщина кошка деген секілді. Кетіп қой енді. Неге? Жоқ, болады. Кішкене бір-екі тағы да жүгірісіңді көбейтіп, жаттығуыңды. Енді келіп жатса пантералар жүгіреміз ғой енді. Оған дайынсың. Сальто бар, Құдайға шүкір. Сондай рөлдерді тілейміз. Рахмет. Ол жарасады өзіңе. Шынымен де қазір пісіп, жетіліп, тура қандай образ берсе де, соны жаңғақша шағайын деп тұрсың ғой. Бұйыртса. Бұйыртса. Енді Мадина, жалпы көп осы жерге келген қонақтар кітап жайында да сөз қылады. Кітап оқу, оқымау, жалпы өзіңде қалай? Өзімде менің атам, мен айтып отырмын, атамның баласы болдым деп. Атам кезінде мектепте өзі қаншама жыл жұмыс жасаған, директор болған, завуч болған, өзі әдебиетші. Біздің үйдің жарты қабырғасы библиотекамыз болатын өзіміздің. Кітап көп болатын. Сол кезде енді кітап оқыдық. Атамыз бізді оқыңдар. Оқы және оқумен өстік қой бәріміз. Ал қазір енді бір уақыт болғанда сонда оқитынымыз бар. Жоқ, суретін емес, егер қызық болса оқимын. Сүйікті жазушым Есенберлин. Ол кісі мықты суретші ғой. Суреттеуінің өзі ана картиналары көз алдыңа елестейді. Қалай кітапты бастайсың, әдемі сурет, ана кейіпкерлерінің түрін әдемі сипаттап береді. Сен кино сияқты оқисың. Тура кино көргендей, Кино көргендей. Суреттеп алдың. Менің білуімше, сенің сурет салатын да өнерің бар. Ол менің хоббиім. Енді керемет суретші емеспін. Бірақ ана угіл дейді ғой. Қара қарандашпен мен портрет салған жақсы көрем. Жолдасымды кезінде солай таңғалдырғам. Оқу бітіргенде мен оның картинасын құлағын эльф қып, бір андай ертегі кейпіндегі бір кейіпкер қып түрін салып бергем. Көмірмен оны паркте отырып салғам. Сонымен сол жігітті сөйтіп қаратып алдың ғой сонда? Ол қаратам деп салған жоқпын жалпы. Білмеймін. Неге эльф қып салдың? Или мазақ қып салдың ба? Мазақ емес. Мен эльфті жақсы көрем өзі. Ертегіні жақсы көрем. Ертегі, білмеймін, қазірде ертегі көргенді жақсы көрем. Өзім сондай қиялшыл, арманшыл қызбын. Жолдасымды солай елестеттім. Кішкене андай скучный болмасын деп. Қызық, сен өзіңнің көз қарасындағы, қиялыңдағы жолдасыңның суретін салдың. Жоқ, қиялымдағы жолдасымды емес. Жоқ, соның түрінен, былайша соның түрінен атталып кетсе еді.
соны салып сен сол егер де сен сол заманда болсаң сен осындай болар едің деп А, жай сөйтіп салдым. Толған айдың жанында эльф қып солай. Ол нәрсені сол Ол қағазды таңғалды. ол қағазды ескі көріну үшін сырт жан жақтарын өртеп әдемілеп сөйтіп бергем. Тух. Енді оқу бітіргеннен кейін енді көрмейтін шығармын деп ойлағам. Енді өзімше ол кезде басқа жаққа бір оқуға кететіндей болып. Иә. Сөйтіп кейіннен ол қағаз енді өзіме қайтарылды ғой, альбомда тұр. Сондай қызықтар. Керемет. Енді өнерлі адам бар жағынан өнерлі дейді ғой. Сурет салуда, мысалы, көркем сөз шебері болу, сахнадалық өнер, оның бәрі бекер емес. Ол енді өзіңізге де әкенің қанымен, ананың сүтімен дарған дүние. Мүмкін актрисалыққа түспей суретшілікті қуып бітсең, сол жолда болар мен. Ол да мүмкін ғой. Менен суретші. Мүмкін сенен мен ойлаймын дизайнер да шығады. Адам емеспін. Мен айтып отырмын, мен бір орында отыра алмаймын. Өз тынымсыз адаммын. Мен түрім серьезный көрінгенмен, жалпы бір орында отыра алмаймын. Суретті анда-санда уақытым болғанда өзіңше шабыт келеді ғой. Нәрсе салғың келеді. Менде өзіміздің ұстазымыздың суреттері көп салған. Ағайымыз читка барысында отырады ғой. Ол кісі соны отырып дәптеріме салам. Салғанды ұнатам. Ағайдың түрі оңай салынады. Мен ойлаймын, тарихи тұлғалардың жалпы түрлері есте қалады ғой. Сол ағай оңай салынады жалпы. Менше. Сенде бұйыртса берем сен суретіңді. Болды, күтеміз. Мектеп қабырғасында әйтеуір Аристотельді бір салып қалатынбыз. Бір көріп аласында енді айтып тұрмын ғой, тарихи тұлғалар оңай салынады деп. Менің құрбым суретші Гүлназым Өмірзақ. Иә. Ол енді Қазақстанның мықты суретшісі ғой. Қазақстанды әлемге танытып жүргені. Иә, әлемге танытып жатыр біздің өнерімізді. Сол қыздың қасында жүріп, көп нәрсені үйрендім жалпы. Кіммен жүресің, содан аласың дейді ғой. Айналаға көп байланысты дейсің ғой. Айналаға, ортаға көп байланысты. Ол да мен сияқты көп сөйлемейді. Жалпы мен білмеймін, көп сөйлегенді ұнатпаймын. Тыңдаған маған жақсырақ. Бірақ бір бастасам тоқтамайын деп қойсайшы. Бір бастасам. Дұрыс, Мадина. Енді мысалы театрды әркім әрқалай қарайды. Жалпы өнерді. Мысалы біреулер бұл сахна, ән айту, домбыра тарту, өнер жаңағы дұрыс емес деп жатады. Біреулер тіпті театрды харам деп жатады. Сол дүние, сондай сөздер жалпы театр өнерінің осы актерлық өнерге бір балта шабу емес па жалпы? Қалай ойлайсың? Жоқ, қалай театрды харам деуге болады? Ол менің жеке пікірім, ойым. Театр адамдарды, жалпы қоғамды жақсылыққа тәрбиелейді. Ол білмеймін, енді мен өз театрым үшін жауап берейін. Бізде көп қойылымдар жалпы адамға деген берері көп, мол, тәрбиелік. Жақсы жағынан, иә. Қай қойылымды алсаң да, бір анайы нәрселер жоқ, харам дейтіндей. Мен харам деп айта алмаймын. Ол пікірмен келіспейсің? Келіспеймін, мен ол пікірмен келіспеймін. Енді ол батыс жақта бар шығар, енді біздің жалпы жаман нәрселер енді қазақтың менталитетіне жат нәрсе ғой. Біз ондай нәрселерді көп анайы жаман сахналарды ондайды көрсетпейміз. Театрдың керісінше берері мол. Жалпы қазір жастар бізге көп келеді ғой, көп тартылады.
рахмет, үлкен кісілер де алғысын жаудырып жатыр. Балалар, қазіргі жастар енді көбісі кітап оқи бермейді ғой. Қазір соцсеттің заманы, иә. Кітап оқымайды, театрдан келіп, анау дайын кітапты біздің қойылым арқылы көреді. Сөйтіп, Қозы мен Баянды қазіргілер оқи бермейді. Ол сахна арқылы көреді, жалпы біз жақсы жолдамыз, жақсы тәрбиелік нәрселерді ұсынып жатырмыз деп ойлаймын. Театр харам деген нәрсе мүлдем дұрыс емес дейсің ғой? Дұрыс емес, меніңше. Білмеймін енді, дұрыс бұрысын білмеймін. Әркімнің ойы әрқалай ғой, мен біреу үшін жауап. Жоқ, өз ойым. Менің өз ойым жоқ. Керісінше жақсылығын, жақсы тәрбиесін адамдарға көбірек ұсынады. Киноға қарағанда театрда біз жүрекпен жеткізесің, ол жайдан жай емес, бір ай бойы дайындаласың, жай нәрсе ұсынбайды ғой. Мысал үшін бір спектакльде тіпті дұрыс емес дүние болып жатса да, мысал үшін ішкіштің рөлін сомдайды, басқа деген секілді неше түрлі, бірақ оның астары көрерменге жақсылықты насихаттау ғой. Міне мынау жаман дүние, мынандай болсаң ертең былай боласың, түбі жақсы болмайды деген нәрсені жеткіземіз. Театр ол айна ғой, айна. Сен адам жалпы біз кейде өзімізде қол босағанда театрға барамыз. Ол жерде былай болады, былай істесең, жаман жағын көрсетсе де, сен жаман жақтың бұлай болмайтынын көресің. Жақсы нәрсе болсаң өзіңе сіңдіресің. Балалар да қазір енді губка сияқты ғой, бір нәрсені көрген нәрсесін өзіне қабылдайды. Сен өзіңнің өз еліңе неге жамандық бересің? Неге ол харам нәрсені әрине сен өзің ұлтыңа кесіріңді тигізгің келмейді ғой. Қайта жақсы болса екен, көркейсе екен деп, сөйтіп үлесімізді қосамыз. Хотя бы бір нәрсеміз болса да, халықтың көңіліне, жүрегіне бір нәрсе берсе екен деп. Тамшыдай болсын, тамшыдай болса да, бір жақсылық, біз үшін үлкен жетістік. Бір сауап жасасақ екен, біздің бергеніміздің ең болмаса 1% жетсе екен деген. Сол кезде еңбектің өтелгені деп білеміз. Өтелгені. Жалпы, дұрыс, өте әдемі жауап бердің. Біраз рөлдерді сомдадың. Сонау героинялар, мысалы, Баянның рөлін сомдадың, Баян сұлуды. Біздің ең алғашқы керемет спектакльдеріміздің бірі Диляфруздың төрткеуінде Диляфрузды сомдадың. Одан кейін Ғайыптағы, Мәңгілік махаббаттағы образдарың бар, бәрі. Ал енді осы ең соңғы шығарған рөлдерінің бірі бұл Мөржанның рөлі. Қарагөздегі. Ол жерде тіптен бөлек. Кәдімгідей сен егде жастағы, былайша айтқанда, әженің апаның рөлін сомдап шықтың. Сонда Нұрғанат Жақыпбаевтың өзі саған таң қалып, бір мойындағаны болды. Ал ағайымыздың бізді мойындағаны біз үшін үлкен бақыт қой. Әрине. Енді бұл рөл үлкен рөл десе болады. Менің өмірімдегі бір қызығын айтайын, енді ұятта болса. Мен осы Қарагөз қойылымын, енді оқыдық қой Қарагөзді, мектептің қабырғасында оқыдық, кейіннен оқыдық, енді Әуезовті біз оқи береміз, оқудан талмаймыз, жалықпаймыз. Бірақ әйтеуір бір бұйырмады сол Қарагөз қойылымын көруді. Мен бірде-бір рет көрмеппін. Жалпы, әйтеуір бір нәрсе болып қалады. Бара жатып әйтеуір бір кетіп қалып. Сөйтіп, Мөржанды да береді деп ойлаған жоқпын. Еш ой болмапты. Кейіннен сен Мөржан боласың дегенде өзім таң қалдым. Кішкене қорыққаным да бар. Айтам, қой, менен Мөржан шықпайды. Мен әлі дайын емеспін ол рөлге. Дұрыс шықпай қалса да сен ол
лучше алмай ақ қою керек, шығара алмай қалғаннан гөрі. Соны жоқ, мен өзіме сенімді емеспін дедім. Соны режиссер Дәурен жоқ, шығара аласың, мен көріп тұрмын. Шығар деген соң енді шығар деп. Сол дайындық барысында рас бұл рөлдің бір өзінің бір киесі болды ма? Өзі келді ма саған? Өзі келді. Өйткені сен үнің өзі бөлек болды. Ол айтып тұрмын ғой, сол сахнаға шыққанда аура. Шыққаннан аура бердің сен. Көрерменге бір Мөржан енді ана бүкіл әулетін ұстап тұрған әже ғой, былайша айтқанда. Оны екінің бірі ойнай алмайды негізінде. Үлкен актрисалардың өздері де кәдімгідей ойланып барып ойнайды. Ол, оны білем. Одан қорықтым. Рас керек. Енді оның алдында қыздарды ойнап жүргеннен кейін, енді жеңіл нәрселерді ойнап жүргеннен кейін, бұндай қомақты нәрседен қорқасың ғой. Бастапқыда ол режиссер өзі айтты, сен бойында бар ондай қасиет. Соны шығар сен өмірде бар. Сен оны көріп тұр. Жақсы танитын болып тұр ғой сені. Білмеймін ғой. Болып тұр ғой енді. Білмеймін ғой, соны алда сахнаға қос деп. Біздің әулетте бар, біздің апаларымыз сондай властный, сондай. Жақсы, керемет шықты. Ең бастысы бұл жерде. Енді оны халық берер. Көрермен де риза, көрермен тіпті танымай қалды. Ал соның ішінде Нұрғанат Жақыпбаев ағайымыздың саған тәнті болғаны бұл бөлек баға біз үшін. Рахмет. Қандай сезімде болдың сол кезде? Ол кезде керемет сезімде болдым. Енді ағай жайдан жай бізге, білесің ғой, ондай мақтау сөзді біз білмеймін, көп ести бермейміз ғой, бір 15-20 жылда бір күнде естімейміз. Міне мен 20 жылда бір өзі естіп адамдар қуанған. Ағай мені атымдатады деп, мысалы үшін. Атымдатады, мені ұмытпапты деп қуанып жүргендер бар да. Ағай, жалпы жақсы сөзін айтып, жақсы. Мәдина жақсы деген өзі бір төбең көкке бір ел жетпей тұрады. Керемет. Сол енді ары қарайда енді Алла қаласа ол рөлмен жұмыс жасаймыз. Болдым, қойдым емес. Жалпы бұл да даму жолында бір процесс дейсің ғой. Енді Мөржанды сомдайтын кезде жалпы жұмыс барысында кішкене қиынға соқты десем болады. Себебі мен айтып тұрмын ғой, бірде бір қойылымын көрмедім деп. Бұл өзімнің ойымдағы Мөржан. Режиссердің талабы бар. Ол режиссердің талабы ол басқа, сенің ішіңнен ол туу керек та. Сөйтіп, қаншама ұйқысыз түндер. Еңбектің нәтижесі міне. Ұйқысыз түндердің арқасында, еңбек әуелі, сосын ұйықтамаған күндерден кейін ана дауыс кетеді. Әйтеуір сөйтіп. Сол Қарагөз қойылады деген кезде, Қарагөзден үмітті ме едің негізі? Қарагөзден ба? Жоқ, үмітім болған жоқ. Болған жоқ па? Болған жоқ. Айтып тұрмын ғой, жүз ұйықтасам түсіме кірмеген ғой. Бірақ менің әлі ойымда мынау қазақ өнерінің, театр өнерінің өнертанушы, белгілі сыншы марқұм Әшірбек Сығай бұрын сені көрген кезде айтатын: ай, осы актриса Қарагөзді ойнайтын актриса екен деп. Есіме түсті, марқұм ағамыз Әшірбек Сығай керемет кісі еді. Қызылордада қай жыл еді, Асауға түсауды ойнадық. Бір фестиваль болды, 2013-те. 2013. Ол кезде мен жаңадан декреттен шыққан кезім. Енді біз көпшілік сахнасында жүгіріп жүрдік. Сөйтіп, спектакль аяқталғаннан кейін Әшірбек ағайымызбен кездесіп қалдық. Сол кезде, дұрыс екен, формада екенсің, бірақ сен қыз Қарагөзді ойнамасаң мен саған ренжимін. Режиссерлар сендерге алтын сырға деп қасымда
біздің группаласымыз тұрған Дәурен. Вот сол жігітке айтып кетті. Сон қара көзді ойнамасаң ренжеймін деп. Мынандай түріңмен сен қалай қара көзді ойнамайсың деп. Сон кейіннен енді қазір қара көзді ойнасақ біртүрлі ғой. Қаншама енді актриса болғаннан кейін жалпы ол жасты ойнау қиын емес, әрине. Иә. Қайта үлкенді ойнау қиын. Өйткені сен ол жасында болып көрген жоқсың, ал жас болып көрдің. Ол мастерство деген жалпы өсе келе шыңдалады ғой. Өмірлік тәжірибемен. Тәжірибемен. Декреттің кезінде, декреттен шыққаннан кейін ол жалпы актрисалар одан сайын аш болып келеді да рөлге. Мен келсем сындырам, ананы сындырам, мынаны сындырам деп, өйткені андай көп үзіліс болып қалады ғой арамызда. Сол кезде, сон енді қазір енді ол кісінің аманатын орындап, ол кісінің аманатын орындады. 12 жылдан кейін міне Мөржанды алып отырмыз. Енді Аллаға шүкір. Ол да бір оңай рөл емес. Ол енді Ашырбек Сығайдың да көрегенділігі деп білеміз. Бекерден бекер айтпайды ғой енді ол кісілерде. Талай актрисаларды, біздің театрдың іргетасын қалаған актер актрисаларды көрген сол кісілер. Бүкіл Қарагөз спектаклін көріп шыққан. Сондықтан да мүмкін ол кісінің қиялындағы Қарагөз сендей болған шығар. Білмеймін. Әйтеуір ол кісі батасын көп беретін. Бұл сөзің өзі саған керемет күш қуат берген шығар, өмір бойы жалпы. Қанаттандырды жалпы ол кісілердің сөзі. Ол кісі айтса текке айтпайды ғой. Менің ол кісінің әңгімелері жалықтырмайтын. Москваға да бір кездері бардық қой. Ол кезінде бір обмен опыта болып. Подиум фестиваліне бардық. Сол кезде Ашырбек ағайымыз да бізбен бірге барды. Сөйтіп бір кішкене ағаның бір сол кезде бір ауырып қалды да ағай. Себептермен бара алмай қалды бір кездесуге. Сол кезде жанында қалғам. Сөйтіп отырып, кішкене қолдары сөп сөйтіп отырған. Ағаның келіп қолын уқалап отырып 4 сағаттың қалай өтіп кеткенін байқамағам ғой. 4 сағат әсерінен ба? Әңгіменің әсерінен мен қолын қайтадан қалпына келтірдік. Уқалай бергем ғой. Сөйтіп отырып әңгімелесіп 4 сағат, ойлаш, 4 сағат 4 минутта өтіп кетті. Не деген мықты кісілер, жандар жанатта болсын ол кісілердің. Ал ондай ұлы тұлғалардан сондай баға алған сен бақыттысың. Аллаға шүкір, бақыттымыз. Шүкір. Мадина, енді бір сұрағымыз, дәстүрлі сұрақ. Әр келген қонаққа Мадина туралы кітап жазылып шықты. Түбегейлі, өмірі, өнері. Кітаптың атауы қалай болады? Ғажайып өмір. Ғажайып өмір. Ғажайып өмір. Ғажайыпқа толы өмір. Ғажайыпқа толы өмір. Неге? Ғажайып. Енді өмірде әртүрлі ғажайыпты кездер болып тұрады ғой. Бала кезінен бастап, былай санап отырсаң. Бала кезінде ертегіге көп сенесің. Әр кезеңде енді поэтапна дейді ғой. Бір әдемі кезеңдер болады. Әр кезең өзінің бір ерекшеліктерімен. Бала кезінде басқа, орта жаста басқа демекші. Ата-ана болғанда басқалай. Өнер мен өмірдің арасында сондай ғажайыптар көп болады ғой, өзіңде білесің. Сол себептен ғажайыпқа толы өмір дегім келеді. Керемет. Жалпы сен ғажайыпқа сенетін, әдемілікті жақсы көретін, бәрін ертегідей болса екен дейтін жансың ғой, Ал солай ойлайтын, солай дейтін адамға ол солай болады. Бұйыртса осы ғажайыпқа толы өмір деген кітабың жарыққа шықсын 90-ға келген кезіңде. Сол мерейтойың тойлағанда осы біздің бүгінгі сұхбаттың үзінділерін көрсетсін. Немере шөберелерің. Әмин. Құдай қаласа. Сөйтіп сол кітаптың жаңағындай тұсаукесерінде төрт көзіміз түгел бәріміз бірге болайық. Әмин, айтқаның келсін.
Ал Мадина, рахмет, алтын уақытыңды бөліп келгеніңе, сұхбаттасып жан сырыңмен бөліскеніңе рахмет. Ғажайып, керемет кеңестеріңе рахмет. Бұйыртса енді саған творчестволық табыстар тілейміз. Шаршама, талма, өзіңді айтып отырсың, міне киноға қазір пісіп дайын тұрым деп. Бұйыртса сені үлкен киноларда, үлкен экрандарда, үлкен ұлы образдарда көре берейік. Амин, айтқан келсін. Рахмет. Ал құрметті біздің сахнагердің көрермені, қадірмен тыңдарман, осымен мәдениет үздігі Май Мадинамен болған сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Амандықта, саулықта болайық, өмірлеріңіз ғажайыпқа толы болсын.